Сәлем, құрметті түнгі хикаялар арнасының көрермені. Дәл қазір сіздерге «Сағыныш» атты хикаяны оқып бермекшімін. Хикаяны соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарийге қалдырып кетіңіздер. Және де алдағы болатын хикаяларды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, подписацияны басып, қолдап кетуіңізді сұраймын. Сағыныш. Жібек бір дөкейдің ерке тотай, солжаңбай қызы. Өзі сондай келбетті, шашы ұзын, өзі әдемі, сарыдан келген қыз болатын. Жібек бай әрі әдемі болғанға көп адамды менсіне бермейді. Тек өзінің араласатын ортасы бар еді. Жібектің жаман қылықтарға әуестігі ерте басталды. 8-ші сынып кезінде қасындағы қыздарға қосылып темекі шегуді бастады. Әкесінің байлығына сеніп, мектепті де жарытпады. Оқығысы келсе оқып, оқымаса тіпті қоя салатын. 2018 жылдың қыс мезгілі болатын. Досы Есбол хабарласып, бір құрбысының қиын жағдайда қалғанын айтып, үйіне бір күнге түнете тұруын өтінеді. Жібек еш қарсылықсыз келе берсін, күтіп аламын дейді. Шамалы уақыттан кейін бөтен бір нөмір хабарласады. Өзін Інжу деп таныстырады. Есболдың айтқан қызы осы болды ғой деп ойлаған Жібек есікті ашып үйіне кіргізеді. Інжу бір көргеннен Жібекке ұнамады. Түрі сұстылау келген, шашының бәрі қызылды-жасылды болып боялған екен. Сырт көзге қарағанда көпшілікке ұқсамайтын ерекше қыз еді. Бірақ досының құрбысы болғанға сыр білдірмеді. Сол күні Інжу Жібектің үйіне бір күн түнеп, ертесі орталық базарға апарып тастауын өтінді. Сол жерде жігіті күтіп тұрғанын айтады. Келіскен екеуі орталық базарға барады. Жігіті Інжуді күтіп алды. Өзі орта бойлы, сымбатты, қара торы жігіт екен. Жібектің көзіне бірден түсті. Жігіт те Жібекті ұнатқаны көрініп тұр. Өзі әдемі қызға қайта-қайта қарағыштап көзін ала алмай тұр. Көп күттірмей Інжу Жібекті жігіті Алмаспен таныстырды. Сосын Жібекке рахметін айтып, екеуі әрмен қарай кете барды. Жібек те Алмасты қимағандай үйіне қарай қайтты. Сол күні Жібектің ойынан Алмас шықпады. Өзі әп-әдемі жігіт. Інжу сияқты қыздың жігіті болғанға бір жағынан қызғанып, бір жағынан қимай тұр. Не керек, тілегені алдынан іздемей-ақ табылып, кешкісін Алмас Жібекті ВК желісінен тауып алып хабарлама жазды. Жазады деп күтпеген Жібек те қуанып қалды. Екеуі ұзақ түн ортасына дейін сөйлесті. Ертеңіне орталық базарда қайта кездесетін болып шешті. Ертесі таңертең Жібек Алмас үшін қайта орталық базарға барады. Сол жақта кездесіп, екеуі бұрыннан таныс адамдарша күліп, ашық жарқын сөйлесіп отыр. Екеуіне бүгінгі күн жетпейді ғой сірә, әңгімесі таусылар емес. Әңгімесі жарасып, әлі айтатыны көп. Айтқандай, уақыттың да қалай өткені белгісіз, кеш болып қалды. Алмас қимай-қимай Жібекті үйіне дейін шығарып салды. Міне сол күннен бастап екеуі бірімен бірі сөйлеспесе, көрмесе, дауысын естімесе, ұйықтай алмайтындай халге жетті. Неткен бақытты кездер. Алмас Жібектің барлық айтқанын жасайтын, шын мәнінде ерекше ғашық болды. Күнде тәттілерін алып, Жібекке келіп тұратын. Байдың қызы өз еркеліктерін көрсетсе де көтеретін, себебі шын ғашық еді. Уақыт өте келе, сол ғашықтықты Жібек бағаламайтын болды. Күндегі әкелетін тәттілерін жалықты. Себебі
бір сарынды өмірден жалықты ма, оның алмасқа деген сезімі біртіндеп су сепкендей басыла берді. Енді жібек бұрынғы әдетіне басып менсінбеуді шығарды. Алмасқа сенің көлігің жоқ, маған көлігі бар, жағдайы жақсы жігіттер ұнайды дейтін. Соңғы кезде сөйлескісі келмей қара тізімге де енгізіп тастап жүрді. Алмастың әкесі жоқ, тек анасы болатын. Соған қарамастан, көп ұзамай намысқа тырысып, қайдан алғаны белгісіз, жібектің алдына су жаңа көлік мініп келді. Көлікті көргенде жібек қуанғаннан Алмасты барып құшақтап алады. Енді Алмас жібектің жеке жүргізушісі сияқты болып жүрді. Күнде таңертең сағат 6-да сонау бір сағаттық орталықтан келіп, жібекті сабағына апарып жүрді. Сабағы біткен соң қайта аяғын жерге тигізбей үйіне апарып тастайтын. Жібектің аузынан не шықса, барлығын жасайтын. Ұялы телефон деп еді, оны да әперді. Ғашық болғаннан барлық мінезін, еркелігін көтерді. Алайда жібек Алмасты бағаламады. Қанша тырысқанымен Алмасты қара тізімге енгізіп, Алмастың сезімін қайта қабыл алмады. Алғысы да келмеді. Өйткені сол уақытта жібек өзіне басқа бір жігіт тауып алған еді. Алмастан әбден жалығып, енді ғана тапқан жігітпен сөйлескен қызық болатын. Бірақ сол уақытта жібектің ойына өзінің бағын қолдан ұшырып аламын деген ой келмеді де, тек сол уақытты ғана ойлайтын. Сол күндермен өмір сүрді. Бірақ Алмас ештеңеге қарамады, алған бетінен қайтпай жүрді. Күнде жібектің үйіне келіп тұратын. Жібек оған неше түрлі сылтауын айтып, қайта шығарып салатын. Жібекке сен бәрібір менен артығын таппайсың, менікі боласың дейтін. Бірақ бұл сөз жібекке еш әсер етпеді. Алмас жібекті өзіне қайта ғашық еткізу үшін барлығын жасады. Бір күні қояр да қоймай Алмас жібекті киноға ертіп барды. Сол жерде үлкен дайындықпен жібекке сөз салды. Үлкен экраннан екеуінің бірге түскен суреттерін шығарып сөз салды. Көпшіліктің көзінше сөз салғанға жібек те еріп сала кетті. Алмастың сөзін, сезімін қабыл алды. Бұл кездегі Алмастың қуанышында шек жоқ еді. Сол қарқынмен тағы 3-4 ай жүрді. Сол аралықта жібек өз еркімен Алмасқа беріліп те қойды. Соған қарамастан тағы өз әдетіне басты. Тағы көкірегін көтеріп, Алмаспен сөйлескісі келмей жүрді де оны тағы тастап кетті. Бірақ бұл жолы Алмастың өзі де шаршады ма, ештеңе айтпады. Тек әскерге кететінін жеткізді де содан кейін хабарсыз кетті. Арада біраз уақыт өтті. Бұрынғы барынша көңіл бөліп жүрген Алмас жоқ. Енді жібек Алмасты анда-санда есіне алып, сағынып қоятынды шығарды. Қолда бар алтынның қадірі жоқ деп есіне барлық жақсылығын есіне түскендей болды. Бірақ намысы жібермей хабарласпайтын. 2021 жылдың қыркүйек айы болатын. Алмас кеткелі жібек қатты өзгеріп, мінезі тіпті бұзылып кетті. Бұрынғы шегетіне былай тұрсын, енді тіпті ішетінге көшті. Болашағын тіпті ойламады. Тек бір күндік қызық үшін жүргендей. Бір күні жібек құрбысымен қыдырып жүріп, орталықтан тағы бір жігітпен танысады. Сол жерде еш ойланбастан телефон нөмірін береді. Сөйлесе келе жігіттің әкесі мектеп директоры, анасы да мұғалім болып жұмыс істейтінін білді. Жақсы жерден бай отбасынан шыққан жігіттерді жақсы көретін жібек бұл жігіттен де айырылып қалғысы келмеді. Екеуі сөйлесіп жүріп, ол жігітке де өз еркімен беріліп қояды. Сол жағдайдан кейін өзін жайсыз сезініп жүрегі айнып бастайды. Өзінің жүкті болғанын бірден сезген жібек үйінде әке анасына айтуға қорқып, жүрексініп жүреді. Арада 2 ай уақыт өтіп кетеді. Іші бүлініп қалмасын деп, жігітіне өзін алып қашуын өтінді. Еш қарсылықсыз жігіті келісіп, жібекті алып қашты. 2021 жылдың желтоқсан айында бір үйдің босағасын аттап ақ келін аттанды.
Барғаннан өз көзіне өзі сенбеді. Осы уақытқа дейін мектеп директорының баласымын деп алдап келген жігіттің отбасы өте қарапайым отбасы болып шықты. Ата-анасы да жай қарапайым жұмысшы екен. Үйдегі жағдайды көргенде өзінің алдағанына іші өртеніп барады. Бірақ қайтарға жол жоқ. Қайтып кетсе барлық сыры мәлім болатын жібек амал жоқ сол үйде қалады. Уақыт зымырап өтіп, айы күні жетіп, жібек шекесі торсықтай ұлды дүниеге алып келеді. Барған жерінің жағдайы нашар болғандықтан дүркіретіп шығарып алу болмады. Өзі баласын құшақтаған күйі үйіне келді. Бұл уақытта жібектің жасы небәрі 17-де еді. Ерте бала көтеріп, ана атанған жібек соңғы кезде өзінің осы уақытқа дейін жасағандары үшін өкінеді. Барлық жастық шағын өз қолымен ойрандағаны үшін өзін іштей мүжіп бара жатқандай. Барған жері де қазір жібектің өткен өмірінен хабардар болды ма, әлде жүкті болып барғаны жақпады ма, жібекке тиісуін бастады. Тәрбиесізсің, жеңіл жүрістісің деп көп айтатынды шығарды. Осындай өмірден жалыққан жібек соңғы кезде өзіне сондай бақыт сыйлаған алмастың қадірін түсініп сағынып жүр. Сол оймен алмасқа хабарласты. Жақсы көретінін, сағынғанын айтып жылап алды. Алмас та кезіндегі сүйіктісінің жылағаны жанына батып, әлі де сезімі барын жасырмады. Жібекке ажырас, балаң да кедергі емес, өзім бағамын, саған үйленемін деді. Бірақ жібек олай жасауға дәті бармайтынын жеткізеді. Қазір жібек жас ана, алданышы тек сәбиі ғана. Сонымен алданып уақытын өткізеді. Бірақ Алмас еш ойынан кетер емес. Көңілі жабырқаулы өткен ісіне өкініп, Алмасқа деген сағынышы күннен күнге басылар емес. Сағынышын басатын амал іздегенімен еш өзгеріс жоқ. Тек өтіп кеткен уақыт қайта келсе, барлығын бағалар едім деген ойы ғана. Соңы. Өмірдегі ең қиын сезім сағыныш. Не ұмыта алмайсың, не қоя алмайсың, не жүрегінен суырып шығарып тастай алмайсың. Әр адамды сағынады, іздейді, ойлайды, бірақ қолынан ештеңе келмейді. Сіздің басыңыздан осындай оқиға өтсе, сіз не істер едіңіз? Қалай ойлайсыз? Жібек Алмасты таңдап кету керек пе еді, әлде оның тағдыры сол жігіт пе еді, кім біледі? Бірақ жастықпен от басты деген осы болар. Осымен сағыныш атты оқиғамыз, хикаямыз аяқталды. Өз ойыңызды комментарийге қалдырып кетіңіз, және де арнама тіркеліп, подписация басып, қолдап кетуіңізді өтінемін. Сау болыңыз.